Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін айраннан құймақ жасаймын. Ол үшін 2 жұмыртқаны шағып алып, оған шым тұз, 3-4 ас қасық қант қостым. Осының бәрін жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 стакан айран қосамыз. Кез келген айран бола береді, кез келген пайыздағы. Дүкеннің де қолдың да айраны бола береді. Менде дүкеннің айраны. Осының бәрін жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 стакан ұн. Ұнды електен бүксеміз. Осының бәрін жақсылап араластырамыз. Қамырымыз сәл қоюлау болады басында. Алдын ала су қайнатып қойдым, ыстық су керек болады. 1 стакан ыстық суға жарты шай қасық ас содасын қостым, оның үстіне су құйдым. Міне 1 стакан қайнаған ыстық су. Міндетті түрде өлшеп қою керек, 1 стаканмен. Осының бәрін өйстіп араластырамыз. Ең соңында 3-4 ас қасық сұйық май қостым. Қызып тұрған табада құймағымызды бірінші рет пісіретін кезде ғана майлаймыз, одан кейін майламаймыз. Құймағымыздың қамыры өте жұмсақ болады. Аударатын кезде өйстіп абайлап аудару керек. Шет жағаларын ашып алдым бірінші. Осылай пісіріп аламыз. Құймағымыз піскеннен кейін қатып қалмайды, қамыры өте жұмсақ болады. Менің видеом ұнап жатса лайк басыңыздар. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.